Құрметті көрермендер, біздің Ақкербез апамыз өте керемет, 93-ке қараған жасының өзінде Қойбас атамыздың бір емес бірнеше әнін, тіпті оның ішінде маған жаңалық болып отқаны мынау Беріш Қазихан Нұрғазыұлының орындап жүрген репертуарындағы Ақсұрат әнін біздер енді нақты фактымыз болмағаннан кейін көп жерлерде Қазиханның әні деп айтып жүрміз, бірақ апамыз міне тірі куә Қожантай Қойбастың әні деп айтып отыр. Біз бұған дейін жеткізген Сейітовтен де естігенбіз. Енді осы кісінің куәгерлігі арқылы міне видеода жазылып алып отырмыз ғой. Енді бұл кісіні ешкім алдай алмайды, болмаса бұл кісі ешкімге қиянат жасайтын кісі емес, 93-ке келген кісі. Сондықтан Ақсұрат әнінің өзін біз Қарагөз әнінің өзін біз кешірім сұраймын, қателесіп кеткеніме, біз Қожантай Қойбастікі деп айтуға толық негіз бар сияқты осы жерден. Апамыз айтып отқанына қараған кезде. Және сонымен бірге жаңағы бет саусағым бірдей емес деген әндерді мен бұған дейін Қойбастың мәтіндерінен, өлеңдерінің текстінен естіген жоқпын. Яғни біз бұны компьютерге теріп, енді музыкасын сала алмауымыз мүмкін. Егер салып ары қарай көркемдеймін деп жатса, дәстүр әншінің көмек сұраймыз. Тағы бір Қойбастың әні шығып тұрған сияқты екі куплеті бар, екі куплеті бар. Және ары қарай біз сұхбатымызды жалғастырайық. Енді жаңағы мынау Қойбас атамызды сынықшы, мен аяғым сүрінген кезде аяғымды салып берген деген сияқты тарихи фактілер айтқан апамыз. Енді тағы да сол мәселе жөнінде Қойбастың басқа да қырлары жөнінде айтып өтсін. Сосын және мынау Қожантай төркіндеріне бір ауыз тілегін айтып жіберсін апам. Осыны бір жеткізіп жіберсеңіз. Апа, сен ол кісіні көрдің ғой, кішкентай. Көрдім. Көрген емес, өзіміз үйлеспіз, осындай тамақты бір ішеміз. Ол Қойбас ақсары көзі көк кісі. Арық кісі, семіз емес, ол арық адам. Мына қолдарының таранды ол және сынықшы. Сынып, менің аяғым сынып бақ, салып қойекім салып берді. Бірақ қойекбас сынықшы. Енді Қойбастың 40 жылы қызы қайтты. Ана баласы армияға кетті, бір баласы өліп қалды. Сосын енді Сібірден жайлап қызын барып едім, сұрап едім жаңағы қарындасынан. Қойбастың өлеңі бір Сібірден кісі шыққан екен, сол айтты өлеңді. Сол да бар екен кітабы жазғандары, біреу жазып отырыпты Қойбастың. Соны іздеп едім, таба алмадым деді қарындас. Оғанда 10 шақты жыл бір қалды өлгеніне. Сұрастырдым, Маңғыстауға бардым. Маңғыстаудан тағы бірдеңеге бардым. Шетпе дейме, білмеймін, бір жерден. Шетпе мынау ғой. Сосын соны таба алмадым, ешкім айтпады деді. Қарындасың айтқаны. Апа, сен тағы да бір басқа тың өлеңдерін білесің бе? Есіңе түсіріп атыр едің ғой кеше. Әуелі сәлем айта бар деп айтты деген. Айтты ғой, енді ана шағасына айтқан ғой. Әуелі сәлем айта бар. Тәуір деген туған ағасы. Ана Әлихан деген бала, соның кімнің Қойбастың Тәуір деген ағасының Біләл деген баласы бар, содан туған. Немере, шөбере ғой енді. Немересінен туған. Ол Қойбастың ана адайлар бірігіп отырып Қойбасқа ән салдырады ғой. Шешем айтатын еді, көзі қарақты. Жайықтың бойы қалыңның жоғары шарақ шақу. Қойбасшының жүргені күнде базар, күнде бұды деді. Сосын сынықты қалай салатын еді, соны сұраймын. Қылыпты қолыменен салып, екі жағына ағаш тақтай салыпты таңып береді. 7 күнде қой аяғы жабылсын, қолы болсын жазылып кетеді. Енді ол кішкене жүріңкіреген жігіт қой енді. Сіздің үйлерге келіп жүрді ғой, сонда әкеңмен бірге қандай әңгімелер айтып отырды деп айтатын едің ғой? Әңгімені өлең айтады таңға. Әкеммен бірге жүрді, менің әкем молда болған кісі. Мешіт ұстаған кісі, ақ мешіттен. Мешіт ұстап, 18-нен бастап ұстаған екен мешітті. Bir narga meşte, bir günde bir narga bir kurun algan eken kakbaktı.
Bir Kur'an iman şart деген кітабы әр жерге тығып, оны да күнде жауаптап соттайын деп басқаны көрсетпегені жоқ. Ол қазаннан 1901 жылы шыққан екен жазылып. Оның көзінде басқаны бар, жазғаны. 1901 жыл деп. Төркіндеріне бір ауыз тілек айтып жіберсе апам. Ал апа, тағы да енді бірдемелерін білсең айт деген. Бұл көптен ұмытылып кетті ғой. Қайда 90 жылдан бері. Қайда қалған енді тек сол қырқиядайдан ең үлкені де кішісі де әйтеу мен. Балдар бәрін сұрап келіп кетеді. Бірақ тұқым бар бәрінен де. Баладан армияға кеткен кісілердің баласы бәрі жігіт болды. Адайлар. Адайлар тек өз алдына отырды. Қазір мына 20 жылдан бері бітіріп кетіп тұр ғой. Осы Ақтөбеде бәрі. Ақтөбеге келді. Енді Маңғыстауға келіп атқан жоқ. Маңғыстауды білмейді ғой олар. Маңғыстауды әкеміздің, шешеміздің айтқан жылап. Осы Маңғыстауды Қойөкім келіп айдап келіп паратқанда аттың үстінден сәлат дейді. Тұманды шалқар көлдер айқындала белдер қалдай қатар қаңқылдап дізіліп көшкен елдер ай деп. Кемпірлер жылап соны айтатын еді. Бері келгенше, о кемпірлердің бәрі өліп қалды. Өзің мынау кемпір болғанда қандай. Төркіндеріне бір ауыз тілегін айтып жіберсін апам. Білген көбет. Енді бірақ менің көргенім сол Қойөкемді. Нағашысы осы Қарғалының түрмесінде жатты. Сосын сол әйелі айта бер. түрте береді, қойды. Сізге бірден айтайын деп жатыр. Ағайындарға бір ауыз тілегі. Нағашысы бар. Нағашысы осында болған. Нағашысының балдарымен кеше тойларында болды. Нағашы Жармағанбет болыс болған ғой. Сонда қосып айтып жібер енді. Жармағанбет деген жетімек. Оның екі баласының көзін атқан. Не де осы Сіберлепті. Бұрын бұрда. Сонан екі жасар бала қалды деп естейтін едім. Со баланы іздеп тауып алдым. Соның балдарына қатынасам, Жармағанбет деген өзі балдарды білмейді екен. Қайдан білсін бір жастағы баланы не білсін? Соны шешем көп айтып еді. Көшектің қойай, шерғаланың қойай деп қойды жаятын едік сол жерге. Суын ішетін еді. Несінің бұлағынан деп әңгімені айтатын еді, әңгімешіл кісі еді. Оны да құлақ асып тыңдамай қаламыз ғой. Соның айтқандары ғой. Сосын ол кісі кеше сол бір той жасаған екен, тәтті шай ма білмеймін. Сонда бір кісі бар екен, бір шамалап біледі екен өзі да. Соны айтып кетті ғой енді, болыс болған адам. Жармағанбет деген. Ал апа, енді Қойөкеңді айтып болдық ба? Әлде Қойөкең туралы әлі бар ма бірдемең деген балдарға? Қойөкең туралы енді айтты қалып Түнде келген келетін еді Қойөкең. деп айтатын едің ғой. Түнде келіп кететін еді, қашып жүрді ғой деп. Бұл қашып жүргенде жаңағы ана әкелген, айдап келген адамдары қашқан ғой.